Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген кісілер болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін біз суық аджика немесе огонек деп аталатын приправа немесе салат дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті көкөністердің тізімін мен төменде описанияда жазып кететін боламын. Бұл өте оңай әрі тез дайындалады және де қайнатуды қажет етпейді. Ең алдымен көкөністерімізді дайындап, тазалап аламыз. Одан соң оларды ұсақтап, одан кейін блендердің немесе ет тартқыштың көмегімен айналдырып аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке айналдырып алатын боламыз. Одан кейін барлық көкөністерімізді бір үлкен ыдысқа салып, бірге араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып дайындап алғаннан кейін тұзымызды саламыз. Одан кейін уксус құямыз. Егер уксус ұнамайтын болса, өздеріңіздің қалауларыңызша аспирин таблеткасын салсаңыздар болады. Одан кейін дайындап алған ыдыстарымызға құйып салқын жерде сақтайтын боламыз. Мен осындай баклажкаларға құйып қойдым. Банкаларға да құйып жауып қойсаңыздар болады. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.